Еліміз осы күндері ауыр сынақты бастан өткерді. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. Сын сағатта мемлекет басшысының батыл шешімдер қабылдауының және халқымыздың даналығы мен сабырлығының арқасында қасіретті қаңтар оқиғаларынан біз өттік. Еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін сақтап қалдық. Қимас жандарынан айырылған барша отандастардың қайғысына тағы да ортақтасып көңіл айтамын. Жарақат алған, соққы көрген азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектеспіз. Ең бастысы елдің тыныштығы, адамдардың амандығы екеніне тағы да көзіміз жетті. Қираған дүние түзелер, өртенген ғимараттар қалпына келер, бірақ жүрегімізге түскен сызат ешқашан өшпейді. Осындай қиын қыстау күндері президент Қасым-Жомарт Кемелұлы бірнеше рет халыққа үндеу жариялады. Елді сабырға шақырып, басу айтты. Болған жайттарға нақты баға беріп, көкейкесті мәселелерді қозғады. Шұғыл түрде қолға алыну тиіс шаруаларды айқындап берді. Баршамызға мәлім, қасіретті қаңтар оқиғасына елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалдың күрделенуі түрткі болды. Ереуілдер барысында сығымдалған газ бағасы президент пәрменімен 50 теңгеге шұғыл төмендетілді. Мұның өзі мәселенің әу бастан-ақ құзыретті органдардың тарапынан шешілетін дүние екенін, тіпті оған мүлдем жол бермеуге болатынын нақты көрсетті. Қазір біз мемлекет басшысының парламент мәжілісінде сөйлеген сөзінде берілген нақты тапсырмаларды орындау үшін партияның барлық тетіктерін іске қосып, партияластарды жұмылдыру жұмыстарын бастадық. Партияның мәжілістегі фракциясы президент атап өткен мәселелерді орындаудың заңнамалық негізін қамтамасыз ету ісіне кірісіп кетті. Мәслихаттардағы депутаттарымыз жер-жерде халықпен тікелей кездесіп, түсіндіру жұмыстарына белсене атсалысып, сондай қиратылған инфрақұрылымдарды қалпына келтіруге үлес қосып, партия осы ұйымдастыру жұмыстарының басқасында жүр. Барлық өңірлердегі филиал басшыларына қиратылған, зақым келген ғимараттарды жөндеу жұмыстарын уақытылы әрі сапалы жасауын қатаң бақылауға алып, филиалдар жұмысын тезірек қалыпты жүйеге келтіруді тапсырамын. Тағы да қайталап айтамын. Қазіргі таңда партияның барлық мүмкіндігі мен күш-жігерін президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев алға қойған мақсат міндеттердің сапалы орындалуына жұмылдыруымыз керек. Партияның қолында қажетті тетіктің бәрі бар. Біз былтыр ел аумағында барлық деңгейлерде құрылған 1700-ден аса қоғамдық кеңестер жұмысына жолға қойдық. Нұр Отанның қоғамдық кеңестері президент 11 қаңтарда мәжілісте көтерген бастамаларын қолдап, одан әрі өрбітуі, берілген тапсырмалардың толыққанды орындалуына көмектесу керек. Әріптестер, осы күндері жастандықтар әкімшілік пен халық тарапынан қойылған талаптар қолданыстағы заң аясында. Құрметті әріптестер, мемлекет басшысы күшіміз бірлікте деп барлығымызды ортақ мақсат жолында топтасуға шақырып отыр. Қазақ жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Нұр Отан партиясы елдің бірлігі мен ішкі тұрақтылықты сақтаудың маңызын үнемі айтып келеді. Партия ту еткен осы мәселелердің қаншалықты маңызды екен өмірдің өзі көрсетіп отыр. Осындай қиын қыстау кезде партия жұмысынан мін іздеп, парламент таратылсын, партия таратылсын деген мағынада әңгіме таратып жүргендер бар. Мұны айтушылар Нұр Отан партиясы мемлекеттіліктің, елдіктің негізгі қоғамдық саяси тірегінің бірі екенін мүлдем түсінбейтіндер. Нұр Отан партиясы құрылғалы бері Қазақстан мемлекеттілігін сақтау үшін, қоғам бірлігін бекем ету үшін жұмыс істеп келеді. Қазір тұңғыш президентіміз туралы да небір пікір айтушылар көбейді. Өткенге баға беру әркімнің қолынан келеді. Бірақ ақиқат пен жалғанды ажырату әркімнің өз ар-ұятына байланысты. Айналып келгенде анығын бір Құдай біледі. Ең қиын кезеңде, яғни біз мемлекет боламыз ба, болмаймыз ба деген сонау алмағайып 90 жылдары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып қалыптасты. Етек жеңін жиды, төңірегімен терезесі теңесті, жалпы әлемдік қауымдастық мойындады. Елбасы мен сол кездегі аға ұрпақтың 30 жыл бойы
мемлекеттіктің іргесін бекітіп, шекарасын шегендеп, территориясының тұтастығын сақтауға сіңірген ерен еңбегі тарихында өзінің оң бағасын алары сөзсіз. Ал осы жылдары кеткен дүниені тезірек түзеуіміз керек. Ол сөзсіз. Президент жариялаған реформалардың да мәні осы. Мемлекет басшылығынан кеткен Нұрсұлтан Назарбаевты жата жамандау елдігімізге, азаматтығымызға сын. 30 жылға енді толған тәуелсіздігімізді баянду ету үшін біз қазақстандық қоғамда мемлекеттілігінің дәстүрін қалыптастыра білуіміз шарт. Оның ішінде билік сабақтастығының дәстүрін. Сондықтан тұңғыш президенттің артынан бас көз жоқ, топырақ шашпайық. Бәріне шын төреші уақыт. Біз үшін қазір елдігімізді сақтау, барды ұқсату аса маңызды. Сондықтан елбасы құрған Нұр Отан партиясы елдің бірлігі мен қоғамның тұрақтылығына бағытталған жұмысын одан әрі жалғастыруы керек. Қазіргі таңда біз алда болатын кезектен тыс съезд жұмысына дайындықты бастап кеттік. Қаңтардың қасіретті күндерінде елбасы баршамызды президенттің маңайына топтасып, елдің амандығы мен бірлігін сақтап қалу үшін бірге әрекет етуге үндеген баршаңыз білесіздер. Кім не десе де, Нұр Отан партиясы президент жариялаған реформаларды толық және сапалы жүзеге асыруға әлеуеті толық жететін бірден-бір қоғамдық саяси күш. Партиямыз мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді орындау үшін бар күш-жігерін, қоғамдық ұйымдарды, депутаттық фракцияларды, түрлі қызметте жүрген 800 мыңға тарта барлық мүшелерін ортақ мақсатқа жұмылдыруға дайын.